Таң атып келеді. Ауыл әлі тыныш. Құстардың үні ғана алыстан естіледі. Таңғы салқын самал кең далаға жан бітіргендей. Осы ауылда бір ерекше жан өмір сүрді. Оның аты Мүшән ұста. Қарапайым, еңбекқор, жүрегі шексіз кең адам. Мүшәннің қолы алтын еді. Ол біреуге үй тұрғысы, сол үйге жылу дарып кететін. Қабырғасын сыласа береке үйе салғандай болатын. Айналасы оның ісіне риза болатын. Мүшән көп сөйлемейтін, жай ғана күлетін. Сол күлісінің өзі адамдарға күш, жанға тыныштық беретін. 6 қызы бар еді оның. Мүшән үшін олар әлемдегі ең әдемі 6 гүл еді. Ол қыздарының шашын өзі өріп беретін. Әр өрімге мейірімін, жүрек жылуын қоса өріп отырғандай. Ал үйдің шырағы ана. Үйге де балаға да үлгеретін. Оның сабыры мен мейірімі үйдің бар жылуын ұстап тұратын. Бұл отбасы бай болған жоқ. Бірақ дастархандары ешқашан жүдеу болған емес. Себебі олардың байлығы бірлік, тыныштық, сүйіспеншілік.